Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге осындай қытырлақ болып шығатын баклажан салатының рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Салатымызға қажетті барлық керекті заттарды төменгі описание бөліміне жазып кететін боламын. Алдымен көкөністерімізді жуып тазалап осылай дайындап аламыз. Одан кейін баклажанымыздың, яғни баялдымыздың екі шеттерін алып тастаймыз да осындай ірі-ірі кубик ретінде барлығын турап шығамыз. Мен баялдымыздың барлығын турап шықтым. Енді құрғақ ыдысымызға баялдымызды салып, үстіне осындай жүгері крахмалын салып, барлығын осылай сілкіп шығамыз. Және де баялдымыздың үстіне тұз қосып жіберу керек. Ол өкінішке қарай видеомызға түспей қалыпты. Сондықтан қоссаңыздар болады. Крахмалымызды қосқан кезде осылай біртіндеп қосқан дұрыс болады. Сонда баялдымыз жақсы араласады. Баялдымыз міндетті түрде осындай жақсылап араласып, крахмалда құрғақ болу керек, сонда оның дәмі күтірлеп күшті болып шығады. Енді ары қарай тапамызды пешімізге қойып, орташа оттан сәл жоғары қойдым. Үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып алатын боламыз. Қызған майымыздың үстіне баялдымызды салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қуырған кезде осылай қасында тұрып, жақсы етіп барлық жағын араластырып, шеттерін барлығын қызартып аламыз. Және де тарелкамыздың астына майлықты төсеуді ұмытпаймыз. Баялдымыздың барлығы пісіп, қуырылып жақсы болып шықты. Енді қызанағымызды осындай етіп, ірі кубик ретінде турап шығамыз. Енді үстіне осындай мен укроп қостым. Сіздер петрушка немесе кинза қоссаңыздар да болады. Салатымызды жинай бастаймыз. Алдымен баялдымызды саламыз. Үстіне помидорымызды салып, жақсылап араластырмай, үстіне тек қана салсаңыздар жеткілікті. Бұл салатымызды ұсынған кезде баялдымыз жылы күйінде ұсынған дұрыс. Себебі помидормен араластырған кезде ол помидордың, яғни согын өзіне сіңіріп алып, жұмсақ болып кетеді. Үстіне жасыл аскөгімізді саламыз. Әдемі етіп, творожный сырымыздың барлығын салып шығамыз. Дәмін келтіру үшін лимонның осындай шырынын қосамыз. Баялдымыз күшті, қытырлақ болып шықты. Бұл салатқа мен осындай кесіл сладкий соус қостым. Сіздер немесе бальзамический соус қоссаңыздар да күшті шығады. Міне салатымыз дайын болды. Мені жоғалтып алмау үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.